Баршаларыңызға қайырлы күн, қымбатты көрермендер, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте жеңіл, кез келген тағаммен үйлесетін 2 минутта дайын болатын соус дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әуелі менің парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ал ендеше бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен соусымызды дайындау үшін қызанақтарымызды аламыз, жақсылап жуып тазалап, осылай үлкен бөліктерге бөліп, барлығын турап дайындап қоятын боламыз. Мен бұл жерде 4 дана қызанақ қолдандым, және ары қарай турап дайындап алған қызанақтарымызды блендерге салатын боламыз. Блендер жоқ болса, ет тартқышты қолданып жасасаңыздар болады. Мінекей осылай қызанақтарымыздың барлығын рет-ретімен блендерге саламыз, және үстінен мен 3 сарымсақ осылай қолдандым, және көк пияз бен укропты да осылай орташа көлемде етіп турап, блендерге салып, барлығын бірыңғай езіп дайындап алатын боламыз. Мінекей осылай көкөністерімізді 1 минут көлемінде блендерлеп аламыз. Біздің соусымыз дайын, тез әрі жеңіл дайындалатын болады. Кез келген тағам түрімен керемет үйлесетін болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Және ары қарай қысқа кез келген тағам түріне қосуға ыңғайлы етіп, көкөністерді арнайы қалыптарға құйып, қатырып қоятын боламыз. Мен бұл жерде жуып тазаланған қызанақтарды осылай үлкен бөліктерге бөліп дайындап алдым, және болгар бұрышында қосатын боламыз. Жақсылап осылай турап дайындап аламыз. Барлығын көкөністеріміздің осылай турап дайындап, блендерге салатын боламыз, және үстінен укроп, көк пияз және сарымсақ қосып жасасаңыздар болады. Тағамға керемет үйлесімді дәм беретін болады. Жеке-жеке тағамға турап қосып жатпайсыздар, осылай блендерге немесе ет тартқышқа осылай өткізіп дайындап, қатырып қойсаңыздар, барлығын бірден тағамға сала беретін боласыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мінекей біз бұл жерде сарымсақты және көк пиязды, укропты осылай салдық. Барлығын осылай салып, қақпағын жауып, блендерге өткізіп алатын боламыз. Кем дегенде 1 минут осылай өткіземіз. Енді осылай үйлеріңізде кекстің арнайы қалыптары болса, осылай барлығын жуып дайындап, осы блендерден өткізіп алған көкөністеріміздің барлығын рет-ретімен құйып шығамыз. Жақсылап араластырамыз. Тұз салсаңыздар болады, қалауларыңызша. Осылай барлығын құйып аламыз, және морозильникке 1-2 сағат көлемінде салып қоямыз, және өте керемет, өте жеңіл жасалатын болады. Және осылай көкөністерден бөлек укроп, сарымсақ және көк пиязды да осылай қатырып қойсаңыздар болады. Өте керемет, өте дәмді болып шығады. Мінекей біздің дайын болған қалыпқа құйылған көкөністерімізді осылай морозильникке салып қойдық, және біз үйімізде осылай сары майды да сататын боламыз. Қолдың табиғи өнімдерінде сататын боламыз. Таудың табиғи шөптерін жеп жүрген үй жануарларынан осылай қолдың табиғи сары майын, ешкі сүтінен және сиыр сүтінен жасалған сары майды, және таза табиғи қолдың құртына тапсырыс берсеңіздер болады. Қазақстанның кез келген қалаларына жеткізіп беруге болады. Менің YouTube каналыма немесе Instagram каналыма жазып байланыссаңыздар болады. Және де менің парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген пайдалы видеолар салатын боламын. Сіздермен болған талшын, келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.